күн құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, қымбатты балақайлар. Мен сіздерге арнап бүгін «Тыңда балам ертегі» жобасы аясында бауырсақ ертегісін Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал: «Бүгін маған дәмді бауырсақ пісіріп берші», дейді кемпіріне. «Оның біткені қашан? Бауырсақты неден жасаймын?» «Қаптың түбін қағып, орнын сыпырсаң, біраз ұнда жиналып қалар», депті сонда шал. Кемпір қаптың түбін қағып, төгілгенін сыпырып, 2 уыстай ұн жинайды. Оған қаймақ қосып, қамыр илейді. Содан соң оны майға қуырады. Піскен бауырсақты терезе алдына суытып қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден жерге домалап түсіп, кемпір мен шалдан қашып кетеді. Домалап келе жатып, ол қоянды кезіктіреді. Қоян бауырсаққа: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді. «Мені жемей қоян, мен саған өлең айтып берейін. Мен бауырсақ, бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам 2 уыс ұн жинап, қаймақ қосып шылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытқан. Мен атамнан қаштым, апамнан да қаштым, ал сенен қашу, қоян, қиын емес маған», деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қоян аң-таң болып жолда қалады. Қояннан құтылған бауырсақ домалай-домалай орманға жетеді. Ойламаған жерден алдынан бір сұр қасқыр шыға келеді де: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді. «Жемеші қасқыр, мен саған өлең айтып берейін», деп ол әндете жөнеледі. «Мен бауырсақ, бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам 2 уыс ұн жинап, қаймақ қосып шылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытқан. Мен атамнан қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым. Босқа тұрсам ұтылармын, қасқыр сенен де құтылармын». Бауырсақ домалап кете барады. Қасқыр аңтарылып артта қалады. Сол домалаған қалпы ол қорбаңдаған аюға жетіп тіреледі. Аю: «Бауырсақ, бауырсақ, мен қазір сені жеймін», дейді ақырып.